Балалар, сендерде мынандай жиынтық бағалауда мынандай құрама есеп берілген. Бұл жерде былай дейді: мектептің спорт залында 24 футбол добы, одан 13 артық теннис добы бар. Спорт залда барлығы неше доп бар дейді. Оның біз шартын былай құрамыз. Футбол добы 24. Міне 24 деп саны нақты айтылып тұр. Ал теннис добының қанша екені белгісіз. Мына футбол добынан 13 доп артық болып тұр. Яғни теннис добы 13 допқа артық болып тұр. Ол белгісіз, оған бір сұрақ қоямыз. Одан кейін барып былай дейді: спорт залда барлығы неше доп бар? Демек, біз барлығын табамыз. Сонда бізде бұл есепте екі сұрақ тұр. Теннис добының қанша екенін тауып алуымыз керек. Одан кейін барып барлығы қанша екенін табуымыз керек. Сонда бұл есепте екі амал орындалады. Бірінші, біз 24-ке 13-ті қосып 37, яғни 37 теннис добының бар екендігін анықтаймыз. Міне мына жерде теннис добында сұрақ қойылып тұр. 13 артық деп тұр. Артық дегеніміз яғни мына футбол добынан 13-ы көп дегенді білдіреді. Артық деген яғни көп деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біз 24-ке 13-ті қосамыз. Сонда 37 теннис добы бар. Келесі, біз енді барлық топ қанша екенін табамыз. Оның ішіне футбол добы да, теннис добы да кіреді. Яғни футбол добына теннис добының санын қосамыз. Мына жерде шатыспаңдар. 24-ке 13-ті қоспайсыңдар бұл барлығын табу үшін. Біз 24-ке мына 37-ні қосамыз. Яғни теннис добының санын қосамыз. 24-ке 37-ні қосқанда 61 болды. 61 санының ішіне теннис добы да, футбол добы да кіреді. Яғни екеуінің саны 61 екен. Балалар, алдыңғы құрама есебіміз мына екі жай есептің негізінде құралған. Яғни қараңдаршы, мына бірінші жай есепте мектептің спорт залында 24 футбол добы және одан 13 артық теннис добы бар. Спорт залда неше теннис добы бар деп, яғни теннис добының қанша екенін тауып алатын, яғни жай есеп. Бұл жерде міне теннис добын табамыз. Бұл үшін біз 24-ке 13-ті қосамыз, 37 болады. Келесі, мектептің спорт залында 24 футбол добы және 37 теннис добы бар. Спорт залда барлығы неше доп бар? Яғни бұл жерде тек барлығын табамыз. Яғни 24-ке 37-ні қосып, барлығы неше доп бар екенін табамыз. Яғни алдыңғы құрама есебіміз осы екі есептің негізінде құралған есеп. Яғни осы екеуін біріктіріп, бір есеп құраған.